Баршаңызға сәлем. Сіздермен футбологер Истаева Ұлбөбек. Бүгін сіздерге теошин язик деп аталатын баклажан, помидор қосылатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл салаттың жасалу жолы өте жеңіл және де дәмді, небәрі 4 азықтан тұрады. Достар, ең алдымен сіздерден қолдау ретінде парақшама тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Менің парақшамда көптеген тағамдардың, торт, пирогтардың рецепттері бар. Теошин язик салатына қажетті ингредиент мөлшерлердің барлығын описание бөліміне жазып кетемін. Бірінші кезекте баклажандарымыздың сыртын жуып, басын және де аяғындағы бөліктерді алып, домалақтап, дәл осы видеода көрсетілгендей қалыңдықта тураймыз. Қатты жұқа болып қалса, біздің баклажандарымыздың дәмі онша келіспей, хрустящий, қатты қытырлақ болып қалады. Туралған баклажандарымызды үлкендеу шарамызға салып, үстінен жаңағы баклажанның бетінен асып түсетіндей су құйып, үстіне 2 ас қасық тұз қосамыз. Бұл тұз дәл осы баклажанның қышқылын алады. Тұзды қосып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап араластырамыз. Және де үстіне ауырлау тарелкамен жауып, 1,5-2 сағат көлемінде осылай қойып қоямыз. Баклажандарымызды судан сырқып аламыз. Ендігі кезекте баклажандарымызды сүлгіге орналастырамыз. Неліктен десеңіздер, қазір біз осы баклажандарымызды майға қуырамыз. Сол себептен де құрғақ болу қажет. Осылай сүлгіге орналастырып, үстінен жақсылап тағы да екінші сүлгімен басамыз. Суынан сулы болмау керек біздің баклажандарымыз. Барынша құрғақ болғаны дұрыс. Келесі кезекте соус дайындайтын боламыз. Соусына қажетті заттар майонез және де чеснок қажет болады. Чесноктарды осыны үккіштен өткізіп аламыз. Чесноктарымыз барынша майда болу керек. Егер сіздерде үккіш болмаса, пышақтың көмегімен майдалап алсаңыздар болады. Болғаннан кейін шанышқының көмегімен жақсылап майонезбен чеснокты біріктіріп араластырамыз. Достар, менің YouTube каналымда пиндудо курсының от и до сабақтары тегін түсіндірілген, қарап алсаңыздар болады. Достар, тақырыптан тыс әңгіме қозғағаным үшін кешірім сұраймын. Келесі кезекте помидорларымызды осылай сырттарын жуып, домалақтап аламыз. Бұлардың да басы мен аяғындағы бөліктерді алып тастаймыз. Барлығын дәл осылай видеода көрсетілгендей жасаймыз. Мінекей помидорлардың барлығын толығымен турап болдық. Жұмыртқаларымызды табамызға салып, үстіне тұз қосып, шанышқының көмегімен сұйық масса болғанша жақсылап араластырамыз. Сары уыз бен ақ уыз бір-біріне бірігуі керек. Оттығымызға майымызды қойып, қызғаннан кейін жаңағы баклажандарымызды жұмыртқаға малып алып, кезек қуырамыз. Беті қызарғаннан кейін екінші бетін осылай аударатын боламыз. Мінекей біздің қуырылған баклажандарымыз дайын. Ендігі кезекте салатымызды жинайтын боламыз. Баклажанымызға соусымызды жағып, ортасына помидор қойып, екінші бөліктегі баклажанға майонез, яғни жаңағы соусымызды қосып, осындай оңай әрі жеңіл салат шығарамыз. Сіздерге лайфхак ретінде осы баклажанды ортасына көптеу етіп, соус жағып бір-біріне екейміз. Сонда біздің салат жинау әдісіміз жеңіл болады. Достар, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Біздің теошин язик деп аталатын салатымыз дайын болды. Бізге ас болсын, видеоны қолдап, пікір қалдырып, каналыма тіркеліңіз.